Сәлеметсіздер ме, құрметті пайдаланушылар? Бұл видеода біз білім класс жүйесінде оқу бағдарламаларымен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетеміз. Сол жақ мәзірге өтіп, мектепті басқару бөлімін таңдаңыз және оқу бағдарламалары бөлімін ашыңыз. Назар аударыңыз. Оқу бағдарламаларын тек әкімшілер ғана жасай алады. Сүзгіні қолданып, қажетті параллельді таңдаңыз. Қажетті сыныпты таңдап, оны іс-әрекет батырмасы арқылы ашыңыз. Пәнді қосу батырмасын басыңыз. Бөлімді таңдаңыз. Негізгі пән немесе қосымша пән. Оқу пәнін таңдаңыз. Оқу пәнінің форматын көрсетіңіз. Пәндер: инвариантты компоненттің пәндері, факультативтер вариативті компоненттің пәндері. Ашылған терезеде негізгі ақпараттық өрісті толтырыңыз. Пәннің қысқаша атауы, қорытынды бағалау түрі, қорытынды бағалау кезеңі, емтиханның болуы, есепте көрсетілуі, табельде көрсетілуі, табельдегі пән түрі, жоспарланған сағат саны. Барлық өрістерді толтырғаннан кейін қосу батырмасын басыңыз. Пән оқу бағдарламасына сәтті қосылды. Барлық қажетті пәндерді қосқаннан кейін сіз оқу бағдарламасын жасайсыз. Ескерту: бастапқы кезеңде бағалау түрі мен кезеңін дұрыс көрсетуге өте маңызды. Пәндерді оқу бағдарламасына қосқаннан кейін олар кестенің пәндер тізімінде көрсетіледі. Процесті жылдамдату үшін пәндер жинағын қосу функциясын пайдаланыңыз. Пәндер жинағын қосу функциясы оқу бағдарламасына негізгі пәндердің тізімін жылдам қосуға және олардың негізгі параметрлерін толтыруға мүмкіндік береді. Пәнді қосу батырмасы жанындағы пәндер жинағын қосу батырмасын басыңыз. Пәндердің қорытынды бағалау кезеңі мен түрін таңдау парақшасы ашылады. Бұл бетте бағалау кезеңі мен бағалау түрінің параметрлері көрсетілген кесте ұсынылған. Пәндер жинағын қосу батырмасын басқаннан кейін, пәндердің қорытынды бағалау кезеңі мен түрін таңдау кестесінде негізгі пәндер жинағы автоматты түрде пайда болады. Әр ұяшық пәндер үшін баптауларды анықтайды. Пәндерді кесте ұяшықтардың арасында сүйреп апару арқылы орын ауыстыруға болады. Пәнді тінтуірдің сол жақ батырмамен басып, қажетті кезең мен қорытынды бағалау түріне сәйкес ұяшыққа жылжытыңыз. Бұл пәндерді әртүрлі санаттарға икемді бөлуге мүмкіндік береді. Леп белгісімен белгіленген пән пәндер тізімінде бұрыннан бар екенін білдіреді. Пәндерді бөлгеннен кейін, келесі қадамға өту үшін әрі қарай батырмасын басыңыз. Бағалаудың кезеңі мен түрін таңдап болғаннан кейін, пәндердің кеңейтілген баптаулары үшін кестелері бар парақша ашылады. Таңдалған бағалау кезеңіне 90, жарты жылдық немесе жыл сәйкес кестелер көрсетіледі. Әрбір кестеде параметрлерді толтыру үшін келесі бағандар болады. Пән атауы, пәннің қысқаша атауы, табельдегі пән түрі, журнал түрі, жоспарланған сабақ саны, күніне үй тапсырмасын орындайтын уақыты, аптасына үй тапсырмасын орындау уақыты, емтиханның болуы, есепте көрсетілуі, табельде көрсетілуі. Барлық кестелерді толтырғаннан кейін, пәнді қосу батырмасын басыңыз. Пәндер оқу бағдарламасына қосылады. Қосылған пәндерді оқу бағдарламасының пәндер тізімінде көре аласыз.
Егер параметрлерді толтыруда қате жасаған болсаңыз, қосу процесі аяқталғанға дейін қайтып келіп өзгерістер енгізе аласыз. Енді пәндерді басқа сыныптарға көшіру функциясын қарастырайық. Пәндерді басқа сыныптарға көшіру бұл оқушылардың ағымдағы оқу жылында оқу бағдарламаларында өтетін пәндерді тезірек толтыруға көмектесетін мүмкіндік. Таңдалған сыныптың пәндер бетінде пәндерді көшіру батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде пәндерді көшіргіңіз келетін сыныпты таңдаңыз, сосын жіберу батырмасын басыңыз. Сіз пәндерді сәтті көшірдіңіз. Сізді көшірілген және көшірілмеген пәндерді тізімдейтін хабарлама шығады. Ескерту: бұл сыныпта бар пәндер және архивтегі пәндер көшірілмейді. Мұрағаттағы пәндерді көру үшін архив батырмасын басыңыз. Сіз сыныптың мұрағаттағы пәндердің тізімін көресіз. Пәнді мұрағаттан қалпына келтіру үшін іс-әрекет бағанындағы батырманы басыңыз. Осыдан кейін пән сыныптың ағымдағы пәндер тізімінде қайтадан қолжетімді болады. Әр пәнде 4 белсенді батырма бар, солдан оңға қарай. Пәнді өңдеу, пәнді мұрағаттау, пәнді жою, оқу кезеңдерін басқару. Ескерту: егер қосылған пән бойынша кестеде сабақтар жоқ болса, жою батырмасы белсенді болады. Егер пән бойынша кестеде сабақтар бар болса, оны оқу бағдарламасынан жоя алмайсыз. Енді пәндерді көшіру функциясын қарастырайық. Пәндерді көшіру функциясы бір сыныптағы пәндер тізімі мен олардың параметрлерін сол параллельдегі басқа сыныптарға жылдам көшіруге мүмкіндік береді. Оқу бағдарламалары бөлімінде қосу пәндерді көшіру батырмасын басыңыз. Бірінші қадам оқу бағдарламаларын үлгі ретінде алатын сыныпты таңдау. Бөлімінде оқу бағдарламасын таңдаңыз, жалпы оқу бағдарламасы немесе жеке оқу бағдарламасы. Параллельді таңдаңыз, оқу жылын таңдаңыз. Кестеде сыныптар тізімі көрсетіледі. Қажетті сыныптың жанындағы қарау белгішесін көз белгісі басыңыз. Таңдалған сыныптың пәндер тізімі бар терезе ашылады. Пәндер тізімін тексеріп, таңдау батырмасын басыңыз. Екінші қадам: таңдалған оқу бағдарламаларын көшіру керек сыныпты таңдау бөлімінде таңдалған оқу бағдарламасы көрсетіледі. Пәндерді көшіру қажет сыныптарды белгіленіз. Көшіру батырмасын басыңыз. Осыдан кейін пәндер және олардың параметрлері, бағалау түрі, бағалау кезеңі және жоспарланған сабақ саны таңдалған сыныптарға көшіріледі. Оқу бағдарламалары бөлімінде емтихандарды өткізу параметрлерін баптауға болады. Баптаулар батырмасын басыңыз. Бұл бөлімде таңдалған сыныптар үшін пәндер бойынша емтихан өткізуді баптауға болады. Емтихан өткізу қажет пәндерді белгілеу үшін тиісті сыныптарды таңдап, қажетті ұяшықтарды белгіленіз. Енді сіз білім класс жүйесінде оқу бағдарламаларын қалай құру және баптау керектігін білесіз. Егер сұрақтар туындаса, әрқашан білім класс қолдау қызметіне хабарласа аласыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі бейнелерде кездескенше.